Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туған Аллах Таала кереметті Құранда мындай дейді: Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсун ма қаддамат лиғад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер, өзіңер ишеніп иман келтірген Алладан қорқып, әрбір нафс, әрбір жан ертең ақырет үшін емне амал қылғаныңарға назар таштағыла. Алладан қорқыла, Алла сілердің әрбір ішіңерден хабардар дейді. Урматты мұсылман бір туған Абу Дарда деген сахаба пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламдан бұл хадисті бізге жеткізеді. Сахих хадис: Мана хаража мин тариқил муслимин шай'ан юзихим катабаллаху лаху бихи хасана. Ким мұсылмандардың жолындан мұсылмандарға ыза берген нәрсені алып қойса, Аллах ал адамға бір жақсылық жазады. Ва ман катабалаху Аллаху хасана, кимге Аллах жақсылық жазған болса, адхалаху биха ал-жанна, ошол Аллах өзі жазған сауаптың берекесі менен ал адамды бейішке кіргізеді дейді. Абу Хузайфа деген сахаба Аллах Тааладан разы болсын, анна наби саллаллаху алейхи пайғамбар айтты: Ман азал муслимина фи туруқихим. Ким мұсылмандарға жолында ыза берсе, мұсылмандардың жолында мұсылмандарға ыза берсе, ваджабат алейхи лаънатухум, ал адамға мұсылмандардың налаты важип болады. Адамдарға, мұсылмандардың жолында ыза бергенге мұсылмандардың қарғышы важип болады, налаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай берсе, урматты мұсылман бір туған, айрықша унада жүрген бір туғандар. Көңіл бұр. Кейде оштон клиент тап келіп, ес албастан, ұйқыны қанбастан қайра жөнейді. Клиент бар екен деп. Же намазға шашып жатқан кезде пайғамбар мындай дейді: саллаллаху алейхи вассалам: Иза уқимату салат, фала та'туха тас'ауна вa'туха тамшуна алейкум ас-сакина. Егер намазға қомат айтылып қалса, намазға келатасың, қомат Аллаху, намаз башталып қалса деген сөз. Фала та'туха тас'ауна, чурқавағыла, газды баспағыла, фa'туха тамшун, ақырын басып келгілі. Алейкум bis-сакина, ор басырықты болғыла. Фама адрактум фасаллу, емнеге жетсеңер оқисыңар. Фама фатакум фаатимму, жетпегеніңерді өзіңер толықтап алғыла. Керек болса намазға шашпа дейді. А сен неге шашасың? Кейде шындығында машинасымен ұшып баратқанда айтасың, о өлімге шашып атады, ажалға шашып атады дейсің. Керек болса динімізде пайғамбар намазға чурқава дейді, башталып қалса. Ақырын кел да, жеткеніңді оқы, жетпегеніңді өзің оқып ал дейді. Ал эми кейде ұйқың келген кезде көңіл бұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Анастан жеткізген хадисте: Иза наиса ахадукум фис-сала фальянам. Намазда ұйқың келіп еснеп қалсаң, фальянам, ұқта дейді. Фальянам хатта я'лам ма яқра. Не үшін ұқта дейді? Намаз оқығанда емне оқып атқаныңды бил дейді. Ұйқың келіп еснеп, ұйқы жөнінде ойланба. Ушулле хадисте Айша енеміз мындай дейді, пайғамбардың өмірі: Иза наиса ахадукум ва хуа юсалли. Намазды баштаған кезде біреусі ұйқы сұрап еснеп қалса, фальярқут, біраз ес алсын, кішіне дем алсын, құш ұйқы қылсын. Хатта язахманху наум, андан ұйқы қачқанға чейін. Фаинна ахадукум иза салла ва хуа наис. Сілердің біреуіңер ұйқысы келіп еснеп намаз оқыса, ла ядри лааллаху ястағфир фаясубба нафсаху. Кейде Аллах Таалаға истигфар айтам, Құдайдан кешірім сұраймын деп, өзін өзі тілдеп алышы мүмкін дейді. Ұйқысы келген адам. Намаздара ұйқың келсе намазды оқыва дейді. Кішіне ес алып тұрып кейін оқығын дейді. А сен ұйқың келіп алып, 5-6 адамды салып алып, 7 адамды салып алып, ошты қарай жөнейсің. Урматты мұсылман бірді қаншасы қаза болып атады. Алланың астында барғанда не деп жауап бересің? Бір мұсылманның жанына, қанына 5000 сомнан құрқалам дейсің бе? Bir адамдың жаны, қаны Кабадан жоғары тұрса, сен 5000 сом үшін онаңдағы 7-8 адамның өліміне себеп боласың бе? Емне дейміз, урматты мұсылман бір туғаным? Намаз оқылып жатқан кезде да
шашпағын дейді. Намазға чурқаба дейді. А біз қайда еме қылып атабыз? Уммул хабаис қылмыштардың, нажасаттардың, арамдардың енесі болған арақты ішіп алып ролға отырады. Атың өшкір, арақтың аты өшіп кетсін. Ақылыны жоқ. Хамыр деген сөз араб тілінде. Башын орап қойады, ақылын орап қойады. Ақылы жоқ болып, анан кейін қанша адамның өліміне башқасына себеп болып жатады. Кегілі урматы мұсылман бір туған. Есіміздің барында етегімізді жинайлы. Дин барлық нәрсе өз ішіне алған нәрсе. Дин бір ғана мешіттің ішінде емес, мешіттен шыққаннан кейін бүтті емес. Машинеге отырғаныңда сенің машина айдағандығың, машинеде жүргендігің сенің кім екендігіне дәлел болады дейді. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Аллах табарак ва тааладан жалбарып өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне кешірім сұраймын. Барыңар Аллах таала угуучу бенделерден сын уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху баллигу анни ва лавая менден бир аят болсо да жеткизгиле дейт. Менден бир сөз болсо да жеткизгиле дейт пайгамбар. Укканыңарды айттым, силер де башкаларга жеткизгиле.